Баршаңа сәлем. Бүгін бізде 3-ші сынып математика сабағы, 6-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы миллионға дейін мыңдықтармен санау. Өсімдіктер әлемі. Бүгін сендер толық мыңдықтармен танысасыңдар. Бірінші есеп: әр қораптан бір-бірден жүздікті, ондықты және бірлікті таңдап алып, 3 таңбалы сан құрастыр. Міне, бізде бірінші бірліктер, ондықтар және жүздіктер. Мұнда бізде бірліктер, ондықтар және жүздіктер. Осылардың ішінен сере отырып 6 сан құрастыруымыз керек. 3 таңбалы. Мысалға, міне 721. Бұл бізде бірінші 3 таңбалы сан, екіншісі 408. 408. Міне өздерінде осылай құрастырсаңдар болады. Енді 6 сан құрастырдық, міне 3 таңбалы. Енді осының ішінен жазылған, бізде былай берілген тапсырма. Жазылған сандарда барлығы қанша жүздік, ондық, бірлік барын ата. Біз енді жүздіктерге назар аударамыз. Бірінші бізде жүздіктер. Міне 721 дегенде бұл бізде 7 жүздік. Міне 7 жүздік. 408 дегенде 4 жүздік. 536 дегенде 5 жүздік, 189 дегенде 1 жүздік, 674 дегенде 6 жүздік, 213 дегенде бізде 2 жүздік. Енді 2 жүздікті жаздық, жалпы қосқан кезде бізде 25 жүздік. Енді ондықтар. Міне мынау біздің ондықтарымыз, ондықтар. 2, 0, 3, 8, 7 және 1 ондықтар. Міне осыларды жазып шықтық, бізде 21 ондық болды. Енді бірліктерді қосамыз. Бұл жерде бірліктер міне 1, 8, 6, 9, 4, 3. Міне, сендерге қайттан жазып көрсетіп жатырмын, түсіндіргендіктен. Міне, бірліктің бәрін жазып шықтық, бізде 36 бірлік, барлығы 36 бірлік екен. Екінші есеп: кестеде жазылған сандарды оқы, ондағы әр санның разрядты қосылғыштарын ата. Бізде 506, екіншісі 41, үшіншісі 720, төртіншісі 999. Енді разрядты қосылғыш түрінде жазған кезде 500-дік қосылған 6 бірлік. Енді келесінде 41 санында 40 қосылған 1. 41 санында. Енді 720-да 700 қосылған 20. Ал 999-да 900-дік 9 ондық 9 бірлікке тең. Үшінші есеп: мәтінді оқы, онда қандай сандар бар, қандай сандармен таныссың, ал қайсысы саған таныс емес. Сұраққа жауап береміз. Қазақстанның өсімдіктер әлемінде ағаштың 68 түрі, бұталы өсімдіктің 266 түрі, көпжылдық өсімдіктің 2000-нан астам түрі және бір жылдық өсімдіктің 849 түрі бар деп есептеледі. Міне бізде өсімдіктер әлемі мұнда. Бұталар, көпжылдық өсімдіктер берілген. Соның ішінде бізге танысын, жалпы сандарды жазып шығайық. Бірінші кездескен сан бізде 68, екіншісі 266, үшіншісі 2000, төртіншісі 849. Енді бізге таныс сандар бұлар 68, 266 және 849. Ал бізге таныс емес сан ол бізде 2000. 2000-дық. Өте көп заттарды мыңдықтармен санайды. Мыңдық жаңа санау бірлігі. Мыңдықтармен де бірліктер сияқты санайды. Дәл бірлік сияқты санаймыз. 10 бірлік мыңымыз 1 ондық мың, 1 ондық мыңымыз бізде 10 мыңдық. 10 ондық мың 1 жүздік мыңға тең, ол бізде 100 мың. Міне 100 мың. 10 жүздік мыңымыз 1 мыңдық мыңға тең, ол бізде 1 миллион. 1 миллион, міне осылай жазылады. 6 нолі бар.
жалпы 6 саннан тұрады. Мыңдықтар, 10 мыңдықтар және 100 мыңдықтар екінші класты немесе мыңдықтар класын құрайды. Төртінші есеп, сандарды оқып, олардың моделін тап. Жалпы модель деген сөз суреті деп түсінеміз. Яғни суретін салу деген сөз. 124 мың, 42 мың, 342 мың және 24 мың. Енді біз осыда модель деп тұр. Енді бұл жерде мына кестеге назар аударамыз, 6-шы кестеге. Осы кестені жақсылап жаттап алсақ, біздің мына есептерді шығару оңай болады. Енді бұл жерде бірліктер класы, мұнда бірліктер және мыңдықтар класы болады. Міне, бізде бірліктер класы, мыңдықтар класы және миллиондар класы. Бірліктер класы бірінші класс, мыңдықтар класы екінші класс және миллиондар класы үшінші класс. Енді бізде бұлар қарасаңдар, бірліктер бұлар мыңдықтар класына жатады. Демек, біз айтқан кезде мың деген сөзді қосып айтуымыз қажет. Бұл жерде мына 1 деген 1 жүздік, 2 ондық, 4 бірлікке тең болып тұр. Қараймыз. 1 жүздік, міне 1 жүздік, 2 ондық және 4 бірлік. Демек, бұл жерде мыңдықтар класы. Мың деген сөзді қосамыз, сонда 124 мың. Міне, мына санның моделі осыған сәйкес. Келесісі 42 мың. 42 мың бізде бұл жерде ондық, бірлік және артында 3 сан тұрғандықтан бұлар мыңдық. Демек бізде бұл ондық болғандықтан 42 мың оқылады. Келесісі 342 мың. Осының қайсысына тең? Қайсысы осы санның моделі? 342 мың. Міне, бұл жерде жүздіктер ғой, жүздік мың, ондық мың және бірлік мың, мыңдықтар класы. Астында да жазылып тұр, мыңдықтар класы, бірліктер класы. Бұл жерде оқыған кезде бірлік класс, мыңдық класс деп оқимыз. Келесісі 24 мың. Бұл жерде ондыққа тең, міне 2 дегеніміз бізде ондық, 2 ондық. Мыңдық, 2 мыңдық. 24 мың. Осылай оқиды. Көп таңбалы сандарды солдан оңға қарай класстар атауымен оқиды. Міне, бізде солдан оңға қарай оқимыз. Мысалы 4 мың. Бұл жерде 4 мың, 25 мың деп, мысалы 4 мың және 25 мың. Көп таңбалы сандарды дұрыс оқу үшін оларды 3 разрядтан класстарға бөліп алады. Ол үшін оң жағынан 3 цифрдан бөліп алады. Көрсетейін. Бұл жерде бізде оң жағынан бізде осылай 3-ке бөліп аламыз. Оң жақтан бастаймыз. Оң жақтан бастап осылай сандарды бөліп аламыз. Сонда біздің санауымызға жеңіл болады. Мысалы 656 мың. Бірліктер класының атауы аталмайды. Себебі мұнда бірліктердің барлығы 0-ге тең. Келесі 5-ші есеп, бір таңбалы санның оң жағына 0-ді жаз. Міне, бір таңбалы сан бізде кез келген бір санын алдым, бір таңбалы. Оң жағы бізде міне оң жағына 1 0-ді жаздым. Енді 2 0-ді жаздым. Міне тапсырма осылай берілген 3 0-ді, 4 0-ді және 5 0-ді жаздым. Енді қандай сандар пайда болды оқимыз. Бізде қандай сан шықты? 10, 100, 1000, 10 мың және 100 мың. Бұлар бірліктер класы. Міне, бірліктер класы, ал мұналар мыңдықтар класы. Енді бізде осынай сан шықты. Мен қарасаңдар, бірден оқуға ыңғайлы болу үшін арасын бөліп жазып қойдым. Міне сол оңнан солға қарай 3 санды бөліп жазып қойдым. Оқуға өте ыңғайлы.
Алтыншы есеп сандарды оқы. Бұны қазір түсіндіріп өттім. Бізде бірліктер класы, мыңдықтар және миллиондар класы. Міне бағана айтқандай 1 миллион бізде 6 саннан тұрады. 6 нөлден жазылады, 6 саннан тұрады. Миллион бұл мыңдық. Миллион болу үшін бізде мыңдық шығу қажет. Ол бір саны және 6 нөлмен жазылады. Міне, сонда барлығы 7 санға тиесілі. 6 нөлден тұрады. Миллион, миллиондар класының бірлігі. Бізде міне бірлік тұр ғой. Мұнда 2-ні жазатын болсақ, басқа сан шығады. Миллион жаңа санау бірлігі. Миллионды сендер қазір өтіп жатсыңдар. Көп таңбалы сандарды жоғарғы разрядтан бастап салыстырады. Жоғарғы разряд дегеніміз саннан бастаймыз. 15 мың, 9 мың. Қайсысы көп? Әрине 15 көп. Келесі 33 мың. Түсінікті болу үшін тағы да сыз көрсетейін. Мұны оқыған кезде назар аударамыз. 33 мың, 101 мың. Әрине 101 саны көп, үлкен. Келесі 650 мың, мұнда 65 мың. Міне осылай салыстырамыз. Жетінші есеп, үлгі бойынша сандар моделін дайында. Міне 35 мың. Біз моделін дайындау үшін мына кестеге назар аударамыз. Осы кестеге қарап тапсырмаларды орындайтын боламыз. 35 мың. Енді біз осының моделін жасауымыз керек, яғни сызбасын. 35 мың бұл жерде бізде мыңдықтар класы, міне мыңдықтар класы 5 бірлік 3 ондыққа тиесілі болып тұр. Міне бізде бірліктер 5-еу, ондықтар 3-еу. Сонда бізде 35 мың шығады. Келесі 5 мың. Міне 5 мың. Бұл жерде де мыңдықтар класы, бірақ 0 бірлікке тең. Бұл жерде 5 бірлік. 5 бірлік, яғни 5 мыңдықтар класының бірлігі. Келесі 205 мың. Бұл жерде де мыңдықтар класы. Бізде 200-дік. Қараймыз, міне мұнда 200-дік. Бізде ондық 0-ге тең. Сондықтан біз ешқандай сызбаймыз және 5 бірлік. Міне 5 бірлік. Сонда бізде біз класқа, мыңдықтар класына жазып сызғандықтан бізде мың деген сөзді қосып оқимыз. 205 мың. Келесінде 235 мың. Міне 200-дік 3 ондық 5 бірлік. Мың. 200-дік 3 ондық 5 бірлік. 235 мың. Міне осылай сызып көрсетеміз. 8-ші есеп, арифметикалық амалдардың тиістісін қой. Бұл жерде қосу және азайту. Бұл жерде қосу азайтуды қолдана отырып, теңдіктегі сандар шығуы қажет. 380 азайтылған 120, азайтылған 160, бұл жерде 100 саны шығады. Демек, бұл жерде азайту амалдары орындалады. Келесінде 380 қосылған 120, азайтылған 160, мәні бізде 340 шығады. Келесінде жақша ашылған 380 азайтылған 120 қосылған 160 мәні 420-ға тең. Келесінде жақша ашылған 380 қосылған 120 қосылған 160 мәні 660 шығады. Сендер қойған кезде амалдарды, арифметикалық амалдарды қойған кезде мына сандар шығуы қажет. 9-ші есеп, есепті шығар. Қазақстанның қызыл кітабында өсімдіктің 370 түрі тіркелген. Ал саңырауқұлақтың бұдан 360 түрі кем. Сонда қызыл кітапқа барлығы қанша өсімдік пен саңырауқұлақтың түрлері тіркелген. Қызыл кітапқа тағы не енген анықта. Есептің шартын құрамыз. Бізге оңай болу үшін өсімдіктер бізде 370. Ал саңырауқұлақ деді. Өсімдікке қараған кезде 360 түрі кем дейді. Бұл жерде кем десе азайту амалы орындалады. Енді қызыл кітапта барлығы біз саңырауқұлақ пен өсімдіктің
неше түрі тіркелген табуымыз қажет. Бірінші өсімдікті жазып аламыз. Өсімдік 370 түрі тіркелген, саңырауқұлақ өсімдікке қарағанда 360-ы кем. Енді саңырауқұлақты табу үшін 370-тен 360 азайтамыз, сонда 10 болады. Қызыл кітапқа саңырауқұлақтың 10 түрі тіркелген, ал өсімдіктің 370 түрі тіркелген. Енді қосамыз, 370-ке 10-ды қосамыз, 380, сонда қызыл кітапқа барлығы 380 өсімдік пен саңырауқұлақтың түрлері тіркелген. Сабағымыз аяқталды. Тіркелуді ұмытпаңдар. Сау болыңдар.